Асылжан мен Жанна ескі сезімнің жаңғыруы. Күтпеген жағдай орын алды. Студия ішінде Жанна мен Асылжан үнсіз отыр. Бұрынғы жан жарасы жазылып үлгермегендей, бірақ екеуінің арасындағы салқындық баяғыдай емес. Асылжан жақында ғана бірінші экс әйелі Айгүлмен қарым-қатынасын тоқтатқан болатын. Бұл жағдай Асылжан үшін оңай болмағанымен, дәл қазір оның көз алдында тұрғаны Жанна. Жанна телефонын Асылжанға созып бір нәрсені көрсетіп отыр. Көңілінде белгісіз үміт бар. Мүмкін бұл өткеннің бір белгісі, әлде болашаққа жол сілтейтін бір жаңалық. Асылжан телефонына көз тастап бір сәт ойға шомды. Ол Жаннаның жанында болудан кетер емес, тіпті оның назары да, көзқарасы да бұрынғыдан жылырақ секілді. Екеуі біраз үнсіз қалды. Бәлкім бұл үнсіздік біткен сезімнің емес, қайта оралған естеліктердің белгісі болар. Жанна Асылжанға бір түрлі сеніммен қарайды, ал Асылжан оған жауап ретінде жай ғана жымиып қойды. Бұл жаңа бастама ма, әлде өткеннің тағы бір көлеңкесі ме? Бұны тек уақыт көрсетеді, желі қолданушылары жарыса жазды. Асылжан мен Айгүл қосылса екен, мынау бекер келді. Екінші экс келіннің ақылы жоқ ау деймін. Бірінің соңынан бірі қуып келгені. Ерсі қылық. Айгүлмен жарасып қосылып кеткесін келсе де болатын еді. Әдейі іші тарлығын көрсетіп отыр. Айгүл жастай қосылған қосағы ғой, деп жарыса жазды көрермендер. Сонымен қатар қатысушылар да осы романтикалық жайтты видеоға түсіріп алды. Жанна махаббат үшін күресуге келген бе? Ол жағы әзірге белгісіз.